Девочка, поешь, дейді, пою деймін. Ну давай спой дейді маған. Мен өлең айтам. Сөйтеді, о, тебе надо срочно петь дейді. Мен осы сөзді мен еш уақытта ұмытпаймын. Мы вас приглашаем в состав Дос Мұқасан деді. Ол деген ондай сөзді есту үлкен мәртебе. Үлкен мәртебе ғой. Я постараюсь оправдать ваше доверие дедім. Алтындан сізді қалай қиып жіберді? Сатқындық қой сонда. Алтынданға деген. Ой, сатқындық болған екен. Кеңес Дүйсекеевтің барлық әнінің сөздері жазған Шымшбай Сариев. Ол кісі клавишті ойнап отырып, өзінің қырылдайтын дауысы бар. Аған дауысы онша емес еді, бірақ саған әннің характерін точно келтіреді ғой. Ал енді мен сол әнді сол жасымда айтып тұрған кезде, Құдай біледі, мен ештен түсінген жоқпын, бірақ менің дауысыма келіп тұр. Былайша айтқанда, мен Алматыдан кеткелі ұмытылған әнші болып тұрмын ғой. 20 жыл мен аңсаумен, армандаумен, көзімнің жасын сығып қойып, Алматыдан келген әріптестерім, әншілерді көрсем, соларды сағынып, солардың концертіне барам. Менің ұлым да, қызым да менің өнер жолын таңдаған жоқ, оны таңдаған, қалаған да жоқпын. Бірақ енді немерелерден шығатын болса, өзім қолдаймын. Өнер жолын таңдадым, бірақ өмірлік миссиям бақытты ана, бақытты отбасында бақытты әже болып отыру. Қайырлы күн. Бүгін біздің студиямыздың қонағы даусымен ғана емес, жан дүниесімен ән айтатын әпкеміз, Қазақстанның еңбек сіңген қайраткері Айжан Тәженова апатайымыз келіп отыр. Қош келдіңіз студиямызға. Және менің серіктесім, ақын қызым Әлиян Карбек. Қош көрдік. Ал алғашқы сұрағымыз, әдетте біз сахнадағы Айжанды көреміз. Ал өмірдегі Айжан, әйел ретіндегі Айжан, бала күнгі Айжанды білгіміз келеді. Енді ең бірінші мен сендерге рахмет айтайын деп отырмын. Өйткені енді подкаст дегенге келу неғын жаңалық болып отыр әрине. Бірақ енді сендер шақырғаннан кейін қалай келмеймін. Өйткені менің өмірбаянымды сен енді кішкене хабардарсың, білесің. Сондықтан мен жастық шағымнан бастап берейін енді. Өйткені подкастқа енді теледидардан былай енді интервью беріп өмірбаянымды, менің өмірбаянымды бүкіл Қазақстан біледі. Бірақ енді осы подкастқа келгенде соны сіздерге өздеріңізге тағы да айтып беремін. Мысалы, Әлиян қызымызға ол енді кішкене таңсық болады. Сондықтан мен енді өскен жерім Талдықорған облысы, Қаратал ауданы, Кәлпе деген кішкентай станцияда өскенмін. Мектеп бітіргеннен кейін Алматыға оқуға түстік. Ал енді кішкентай кезімде өте пысық қыз болдым. Өйткені үйдің енді 7-ші баласы болдым, өзім үлкен отбасынан. Одан кейін бір айтайын дегенім, біздің үйде енді бір қызық нәрсе бар, енді оны барлығы біледі. Біздің енді айналамызда айтатындар ғой, осы үйде бәрі орталарында 2 жастан, содан кейін бала қыз болып, мен осы жаңаға счетты бұзып жіберіппін. Мен негізінде ұл болып туылым керек екен да. Одан кейін тағы да бір қызығы болған, мамам айтады: сені босанғанда дейді, сен бір шыңғырып жыладың дейді, тоқтамай дейді. Сонда дейді, мынандай қасымдағы төсекте Мешітбаева деген апай, жаңағы мамам құрдасы ғой енді. Ол кісі ұл туып жатыр екен, Сәкен деген бала. Сонда дейді, жаңағы мен мамамның көкірегін алмай қойған ғой енді. Сөйтіп мамам айтыпты на кісі: тәте маған, бізде тәте дейді ғой Талдықорғанда, тәте маған беріңізші депті. Сөйтсе мен ана кісіні прямо жабысып тұрып емген екем да. Содан күлетін, сол Сәкенмен ауысып кеткендей болдың сен депті. Ол кісінің ол мен қыз болып туылғам. Сондықтан жас кезімде енді өте мектепті жақсы оқыдым. Орысша класс бітірдім, бірақ енді 10 класты жақсы оқыдым. Енді круглая отличница деп айтпаймын, бірақ твердая ударница болдым, жақсы оқыдым. Мектепте белсенді қатысатым әйтеуір жаңағы не енді болады ғой, бір комсорг сияқты сондай бір енді староста дейді, сондай бір нелерді әйтеуір жүктемелерді мен мойныма алады екенмін әйтеуір. Жуас болған соң, тыңдағыш болғаннан кейін мені жақсы оқимын оның үстіне. Енді айналамда жаңа орыс, қазақ, кәріс балалар оқығаннан кейін қазақтың қызы деп маған сондай бір өзім өлең айтам. Сондықтан сондай нелерді жұмыста да істеп жүреді. Мектепте соның пысықтығым соны айтайын дегенім ғой. Ал енді үйде де сондай болып, үй шаруасына да көбінесе үйге қарайды екенмін. Үйдің тазалауы сондай. Ал енді
оның бәрі неліктен болады? Мына ішкі дүнием сол кезде былай қалыптаса берген ғой. Өйткені анам әнші болды менің. Қаратал ауданында кәдімгі халық театр болған. Сол жерде мамам кәдімгі, мен қазіргі сөзбен айтсам кәсіби әнші болып бастаған екен ғой, бірақ енді бала шаға мен өйтіп қоюға мәжбүр болған. Ол кездері жаңағы өнер қолданбайтын кездер ғой енді. Сондықтан мамамның несі өнері бізге дамыды. Енді 4-9 баланы дүниеге келтіріпті, соның 5-еумізде болды енді. Әрқайсысының жаңағы әжептәуір дауысы бар, өлеңдері ерекше, сондай болатын. Соның ішінде алысқа барған мамамның арманын орындаған мен болып тұрмын. Айтады ғой енді, құрттақандай кезінен өлең айтатынсың, ыңылдап жүріп, жай жүрмейтінсің, үйді сыпырсаң да, жаңағы сол ыңылдап өлең айтады екен, сонда айтады екен, осы қызда бір нәрсе бар деп. Сөз ол барлығы сол мектепте жаңағы не дейді енді, мектептегі руководителіміз бір керемет кісі болды. Кима Валерий Елисеевич деген сол кісі маған ұстаз болды. Ал енді ең алғашқы ұстазым маған бәрібір мамам деп ойлаймын. Өйткені өзі әнші болғандықтан, бұрын әнші болғандықтан, кәдімге енді қазіргі сөзбен айтсам енді жаңағы Күләш Байсейітова апамыздың дауысын бар ғой, мамамның дауысы сондай дауыс еді. Басқа бір келістіріп айта алмаймын, салыстырма түрде мен анамның дауысы сондай дауыс еді. Одан кейін халық театр болғасын, ол кісілер роль ойнайды, неше түрлі жаңағы сомдайды. Ертарығын, Бірайман Шолпан, Қыз жібегін, сол бәрінің жаңағы басты рөлдерде анам жаңағы салады екен енді, рөлдерді ойнайды екен. Сондай сол мамам енді өзінің арманы орындалмай қалғандықтан, айтып отыр ғой, қолданбайтын кездер ғой енді. Содан маған үлкен үміт артты. Ал бірақ мен өзіме келгенде айтарым, бір қызығы, бір әнші болам деп армандаған жоқпын. Шынымды айтайын. Осы жерде айтуыма тура келеді. Өйткені былай ғой, егер мен әнші деген мынандай болу керек қой, ол енді былайша айтқанда соған жаңағы талпынып, мен осындай болам деп, негізінде сондай жолды таңдап, сол жолда үлкен деңгейге жетіп атқандар бар да. Мен былайша айтқанда Құдай берген таланттың арқасында осылай келдім. Мен жеңіл келдім да. Сондықтан да мүмкін болар, менің мектептегі арманым тіпті басқа болды. Қазір айтсам, сендер күлкілерің келеді. Ағылшын тілін өте жақсы көрдім. Сөйтіп бүйтіп айтатын ғой, мен переводчица боламын деп айтатын. Переводчица демеші. Күлкім келеді. Енді қазіргі тілмен международных отношений деп айтар едім ғой. Ал сол кезде аудармашы болғым келеді екен да. Сөйтіп Ениязға баратын ойым болған, сөйтіп әйтеуір мінекей өнер жолы, сол ауыл шаруашылық институтына барып, ал енді біреулер таңғалуы мүмкін ғой, енді өлең айтып жүріп, қалай сол институтқа барды деп. Енді бірден консерваторияға бармайсың, өйткені базовый жаңағы білім керек қой оған. Ал енді мектептегі айтқаным, мектептің қабырғасында жұлдыз болғаным, ол бір төбе, мұғалім болғаны, анамның дайындаған ол бір төбе, ол мектеп емес қой, былайша айтқанда, білім алған мектеп емес. Сондықтан енді әкемнің арманы болған екен сол кезде. Инязда түсу өте қиын болды, сөйтіп ауыл шаруашылық институт маңдайыма жазылып, ал сөйде бағым ашылды, әншілік бағым, ол дүркіреп тұрған сол кездегі студенттік ансамбль Алтын дән құралып, сол мықты жаңағы кезіміздегі сол аты белгілі әнші Нағима Есқалиева жаңағы жеке дауыстағы солисткасы еді. Сол ансамбльге мені қабылдап, бірінші курстан бастап сол жерде ән салып, енді былайша айтқанда өнерге деген есік сол жерде ашылды маған. Олай айқара ашылып, одан арты мені таңдауым өнер болғаны сол институттың қабырғасында Алтын дән ансамблі. Арғырты айта берейін ба? Иә, арғыры тоқтамай айта берсеңші. Айта берейін. Ал енді ол жерде енді есімдерін айта берсең, музыканттардың ой қандай кәсіби деңгейдегі мықты енді музыканттардың бәрі сол Алтын дәннің айналасында жүретін. Енді қазір аттарын айта бермей қояйын, өйткені шатасып қалуым да мүмкін, бірталай жылдар өтіп кетті ғой.
Ал енді Нағима Есқалиева енді көз алдымда, ол кісіні бірінші рет көріп таң қалып, қасына келіп өлең айтқанымның өзі, сол жердегі жан мені қабылдап, мені мақтағандары, енді 17-18-дегі қызбын ғой енді былайша айтқанда. Кәдімгідей ой саған өлең айту керек болды деп мені бірінші қабылдаған сол кездегі жетекші Владимир Львовский деген композитор еді. Сонда олар әнші іздеді ма? Әнші іздемейді, былай ғой. Мынау студенттердің ортасынан кәдімгі кастинг деген емес, онда бір естиді ғой енді. Мен енді былай ғой, айта берсем бастан бастау керек болып тұр. Жаңағы институтқа түскеннен кейін сельхозработа болады ғой, жаңағы неге Алматы облысынан Шелек ауданына жаңағы жұмысқа алып кетеді бәрімізді, жаңағы студенттерді бірінші курсқа түскен. Ал сол жақта мына жаңағы өлең айтам ғой, мен тыныш жүрмеймін ғой. Ән салам, сөйтсем жаңағы барлығы естіп қойды екен. Мына бір жаңағы менің факультетім өте ПАФ дейді, почвенно-агрохимический факультет. Елу-ақ қана студентпіз, мына өзімнің болашақ мамандығымды былай енді расшифровать ететін болсам, мысалы мал дәрігері болады, адам дәрігері болады, мынау жер дәрігері. Өйткені лабораторный жұмыстар еді, аққала халатпен тек лаборатория жаңағы колбамен жұмыс істеуші едік та. Сондай сәттер есімде қалды енді. Одан кейін мен жаңа өлең айтам, барлығы естиді, сөйтеді, айтады, мына ПАФ факультетінде бір сондай қыз, дауысты бір қыз бар дейді. Сөйтіп жаңағы мені іздеп тауып алады. Ол жерде жаңағы музыкалық жетекші болады ғой. Болат Асылбеков деген жігіт бар еді. Гүлдерде кезінде пантомима деген мамандық бар еді ғой, әртістердің ортасында, естеріңіздер ме? Пантомима жасайтын. Сиқыр ма? Пантомима деген мынандай қолмен фокус. Мим дейді, пантомим. В общем, оны кейін өздеріңізге жеке айтып берем, даже салып бере аламын да. Сол Болат ағаларың мені шақырып институттан тауып алады. Жаңағы ансамбльға алып келеді. Мені жаңағы Владимир Львовский композитор. Девочка, поешь, дейді, пою, деймін. Ну, давай спой, дейді маған. Мен өлең айтам. Сөйтеді, тебе надо срочно петь, дейді. Мен осы сөзді мен еш уақытта ұмытпаймын. Срочно надо петь деген, қараңызшы. Ол уже мені байқаған, мына қызда дауыс па, значит, уже мына ансамбльде ән салу керек деген. Сонда мені ешқандай кастинг жоқ, бірден қабылдап алған. Сонда жағы тағы қайталып айтуым керек. Нәкең қасына тұрып сол ән салғаным бар. Сөйтіп кейін жеке дауыстағы солистка болып қалдым. Ал одан кейін енді сол кездері жаңағы ең бірінші менің былайша айтқанда әнші ретінде қалыптасып, жетекші, ұстаз ретінде мені ашқан енді өмірі есімден кетпейтін менің қимас ағам, өнердегі тұлға Кеңес Дүйсекеев. Осы кісінің мен шәкірті болдым. Биыл ол кісінің мерейтойы. Мерейтойы. Енді 80 жыл биыл болады екен. Енді өкінішке орай кетіп қалды ағамыз. Әлеуге дейін сенгім келмейді, бірақ амал жоқ. Енді ол кісі менің даусымды тыңдап отырып, әндерінің бәрін маған айтқызатын. Ол ағаның сол кездегі домбыра туралы баллада әні, туған жер, өкінбесен, Аслана, даже анама хат әнімді ел ойлады Кеңес Дүйсекеевтің әні деп, жоқ, ол Мақсұм Менкешевтің әні, бірақ аранжировкасын жасаған Алтын Дәтті Кеңес ағам болды. Сондықтан менің анама хат Аслана сияқты кең таралғаны осы Кеңес ағамның үлкен еңбегі. Менің бір керемет әндерімнің бірі. Сондықтан енді өкінбесен, Аслана, осы әндер тура менің даусыма жазылған әндер болғандай болды. Өйткені расымен ең алғашқы салған да өзім, ағаның көңілінен де шықты, оны біз теледидарға да түсірдік, фильм концерт болып түсірді ол кісілер. Әйтеуір өте көңілінен шыққан әнші болдым. Ағай өте маған үміт артты, үлкен үміт артты. Мен үмітін ақтамағандай кейін
өздеріңізге мәлім, мен Досмұқасанға кетіп қалған кезде ағаның ренжігені бар. Мен сені радио, телевидениеға солистка дайындап едім, сол ғана тек өкінішім. Ансамбль дегенде ол кісі онша қаламайды енді, бірақ енді алтын дәнге көп үлесін қосты ғой мына музыканттардың өсуіне. Музыканттар жаңағы студенттердің ортасынан шыққан, бірақ сонда да соларды кәсіби деңгейде көтерген Кеңес аға болды. Өте шыдамды, өте қаттал, енді айтқан сөзіне тұратын, сондай бір ерекше мінезі бар. Оны енді бүкіл өнердегі адамдардың барлығы біледі. Енді ағаның 200-ден астам әні болса, соны мінекей Роза Рымбаева, Жанна Ғимайсқалиева, Асан Мақашев, Сенбек Жұмағалиев, біздің Мақпал Жүнісова. Енді сол бір алғашқы әндерін орындаған өзім болып отырмын ғой. Сол енді елге кеңінен таралған ән «Өкінбесең мен асыл ана». Маған бір айтқан әңгімесі бар еді. Общежитиеде тұрам. Сол кезде жаңағы жаспыз ғой, репетиция ұйықтап қалам. Съемкалар өте көп болды. Сол кездегі ең бірінші біздің продюсеріміз Қазақстанға белгілі Лұқпан Еселев деген ағаны естулерің бар ма білмеймін, енді білесіздер. Білеміз ғой, Тамашаның. Тамашаның, продюсері, режиссері, режиссері. Ол аға енді Кеңес ағам екеуі бірге жұмыс істейтін. Сондықтан мына өлеңді бүгін дайындадым ба, ертеңінде Лұқпан аға жетектеп алып, мені съемкаға баратын. Енді ана Алтыбақан, жаңағы біреулер айтты, сандықтың ішіне шығып айтушы едің деп. Сондай телевидение көп жиі баратын. Кәдімгі кездесулерге, Кеңес ағамен отырып, сол кісінің жаңағы кездесу болады, сол кісінің әнін айтуым керек болады. Сондай жұмыстар көп жасалды сол студент кезімде да. Мен былайша айтқанда, жаңағы студенттік өмірден гөрі әншілік өмірім, творчестволық өмірім сол жерде керемет дамыды десем болады. Сол осы екі кісілердің ортасында ансамбль алтында енді мықты болды расымен. Біз қандай конкурсқа қатыссақ та, студенттік конкурстар болады ғой, бірінші орын алып кететінбіз енді. Сондықтан енді мықты болып тұрғанына, конечно, сонда бір болады ғой енді. Кастинг болған, видимо, мен енді ол кезде жастамын, білмеймін. Бірақ Досмұқасанға кастинг болып, сол қазіргі сөзбен кастинг дейміз, ол кезде білмейміз, әйтеуір. Мені жетектеп апарған сол кезде Төлеген Мұхамеджанов, композитор. Сонда сіз алтынданде қанша жыл ән айттыңыз? 4 курсқа дейін айттым. 4-ші курсқа дейін. Содан жаңағы 4-ші курста оқып жатырмын. Осындай Досмұқасанның прослушиваниясына келіп, жаңағы Төлеген ағамыз алып келді. Прослушиванияға тыңдап көрсін сені деп. Менің есімде болса, сол кезде Америкадан ба, бір жақтан бір үлкен гастрольге сапардан Досмұқасан ансамблі қайтқан еді. Енді айгілі аңызға енді сондай дүркіреп тұрған кездері мен жаңағы әрине алтындан сізді қалай қиып жіберді Досмұқасанға? Білмеді. Оны айтып берейін ба? Айтқан жоқпын ба? Сатқындық қой сонда алтынданға деген. Сатқындық болған екен. Енді қазір ойласам, сондықтан ғой Кеңес ағаның маған айтқаны, мен сені радио телевидениеға дайындап едім, солистка болады деп. Ол кездегі Зейнеп Қойшыбаева, Лаки Кесоглу, Люция Төлешева әпкелерімізге мені бір жаңағы қалай дейді, ізбасар ретінде келтірем деп дайындаған екен ғой сонда. Ағамыздың осындай әңгімен өзіме жеке айтқаны бар. Мен саған ренжігенім тек соған дайындап едім. Әйтеуір жаңағы былайша айтқанда серьезный әнші дайындап деген да, сөздің ашығы да енді. Как продюсер ретінде сізді көрсеткісі келген. Көрсеткісі келді. Содан енді прослушиванияға барып, жаңағы Қазақконцертте сахнаға шығып, жаңағы Төлеген ағамыз фортепианода ойнады, мен 1-2 ән салдым. Содан кейін тағы 3-ші ән айтқызды маған, ырғақты ән айтыңыз деді. Енді мені лирикалық әнші деп айтады ғой негізінде. Сонда сол бір 2-3 әнден кейін мен тыңдап, сол 3-ші ырғақты бір ән айтқан кезімде, жаңағы музыканттардың бәрі сахнаға шығып, маған аккомпанемент жасап кетті.
сол кезде мен енді ілесіп кеткен ол кісілерге уже белгілі болды ғой, мынау дайын әнші ғой деген сияқты. Болды, айтып болдым. Сіз коридорға шыға тұрыңыз деді. Қазір біз кішкене өзіміз ақылдасып алайық деп. Содан жаңағы қайтадан шақырды, кірген кезде сонда жаңағы дейді ғой, Мұрат ағамыз тұр, руководитель. Айжан, мы вас приглашаем. Ол кезде почему-то бәріміз орысша сөйлейтінбіз. Енді Құдай кешірсін, сондай болды кездер. Бәріміз тек орысша әңгіме айтатынбыз. Әңгіме айтсақ та бір нәрсені да, әйтеуір сонда осындай әңгімені айтқаны бар маған. Мұрат аға тұрды да бедеді. Айжан, мы вас приглашаем в состав Дос Мұқасан деді. Ол деген ондай сөзді есту үлкен мәртебе ғой. Мен сөйлемей қалдым. Оқуды да айтамаймын, алтынданды да айтамаймын, Кеңес ағамды да айтамаймын. Мы вас приглашаем деген сөз маған бір приговор сияқты болды да, мен сол кезде бүйтіп тұрып, я постараюсь оправдать ваше доверие дедім. Ол не деген сөз? Сіздердің үміттеріңізді ақтаймын деп тұрып өстіп айттым мен. Енді ақтадыңыз ба ол үмітті? Үмітті ақтадым. Жақсы. Енді Мұрат ағам айтады жақында, осы бір былтырлар бір кездесіп болған кезде, сен есіңде болсын, еш уақытта ұмытпа, Жер үйік деген мюзикл жаңағы. Соны Дос Мұқасанмен айтқан сенсің. Нұртас Құсайынов солист, мен жеке дауысты солисткамын, Ақжол Мербеков ағамыз үшеуміз главный партияны ойнадық. Сол Жер үйік деген жаңағы мюзикл болған, соны қойған едік біз Дос Мұқасанмен. Енді гастрольдік сапарлар, енді бәрі керемет. Жалпы одан әрі кәсіби деңгейде көтерілуім әрине мына сатыдан, Дос Мұқасаннан алғашқы мектеп, одан кейін Алтындан, одан кейін Дос Мұқасан болды деп айтам. Міне. Енді айта берсең әңгіме өте көп, енді сендердің де сұрақтарыңды тыңдағым келіп отыр. Мысалшы, Алтынданнан кеттіңіз Дос Мұқасанға. Алтынданға қалай айттыңыз, қалай жеткіздіңіз сіз Дос Мұқасанға кетіп бара жатқаныңызды, қабылданғаныңызды? Енді мен енді Алтындан да жақсы. Алтындан да керемет. Енді оны айтып отырмын ғой, оны қиып кету мүмкін емес. Енді жаңағы айтып отырмыз ғой өзіміз, дүркіреген аты мәлім сондай Дос Мұқасан ансамблі сені жаңағы құрамына шақырып тұрған кезде соны қалай жеткіздіңіз? Соны мен енді ол жерден шығып алып общежитиеге келгенім бар. Сол кезде меня приняли в Дос Мұқасан деген ғой. Сол кезде бүкіл общага жаңа вау деп айқайлап жаңағы шапалақтап жатыр маған. Сөйтіп естіді олар әрине. Ол қазір сөзбен ол расымен ол бір сатқындық сияқты болды ол. Бірақ енді былай ойласаң, адам деген өсу керек қой. Қазір біз жастарға өзіміз соны айтамыз ғой. Бір жерде тұрма, өс, ары қарата оқы деп, жаңағы өсуің керек деп та, сол сияқты мен енді бұл кәсіби деңгейде өсіп отырмын ғой, былайша айтқанда. Ешқандай консерваторияда оқымай, бірден Дос Мұқасанға қабылдану деген ол қандай Құрманай Омарова, одан кейін тағы да бір-екі әпкелеріміз сондай мықты консерватория бітірген, тамамдаған сондай кісілер әнші болды ғой өрде. Одан кейін мен қабылданып отырмын. Ол деген үлкен мәртебе. Мен үшін ол енді сөзім жоқ, ол кезде қуаныш, өзімнің көңілімнің қандай көтеріңкі болғанын мен сөзбен жеткізе алмаймын. Ал енді маған ол ана жақтан кеттім, қалай болды деген мен ойлаймын. Сол кезде бір ұялып толқыған шығармын, ал бірақ оның бәрі кешірілді. Өйткені мен арғарда сол өнерді тастамай, арғарда жалғастырып кеткенім. Әйтпесе, әрине, мен Дос Мұқасанға екі бармаса, мен Алтынданды ансамбльде әнім салам, оқуымды бітірем, содан кейін сол өзімнің мамандығымен кетем. Мен онда сахнаға шықпас едім. Мына өмірімнің тағдырының өзгергені мені сол жаңағы Төлеген Мұхамеджанов ағамыз прослушиванияға именно Дос Мұқасанға апарып тұрғаны менің тағдырымның өзгерген болып тұр ғой. Мына өнер жолына түсуіме.
себеп болып тұрғаны. Әйтпесе ол енді расымен агроном болып кетер едім бір жаққа. Әрине. Енді бұл әр адамның өмір жолында жақсы бір адамдар кездеседі, соған қарай өмір арнасы бұрыла береді ғой. Жаңа Кеңес Дүйсекеев ұлы маэстраны айтып отырсыз. Ол кісінің әндері енді лирикалық әндер. Ол Қарағым ай әні болсын, ол жаңағы Өкінбесен. Осы орайда тарих туралы айтып берген кездері болды ма? Қарағым ай әнін не үшін жазылғаны? Мысалы, Өкінбесенді именно сізге, сіздің даусыңызға лайықтап жазғанын мен білемін. Иә. Солай болып тұр ғой, өйткені ағаның әнінде тарихына былай бөлетін болсақ, тоқталатын болса, мен мына Қарағым ай әнін өзінен естігеніміз бар. Репетицияда отырып, жаңағы бір пауза, бір демалыс болған кезде айтып отырады ғой. Сонда бір өзінің жаңағы қарындасымен қайтыс болады, соған сағынышпен арнаған әні болған. Ал енді Өкінбесен деген енді композитор ғой, қандай оймен жазғанын білмеймін, бірақ мен жаңағы сол кезде мүмкін мағынасын да түсінбеген шығармын. Сен өмірге келгеніңе өкінбесен. Ал енді қазір осы әнді қай бір әнші айтқысы, қанша жастар айтып жатыр. Енді тікелей өзімнің ұстазым дейді, шәкіртім менің Жұбанышым айтып жүр ғой, мысалы да, нақышына келтіріп, Дүйсекеевтің өзі тірі көзі тіргесінде Жұбаныштың айтқанына риза болды. Ол кісінің бір айтатын әңгімесі бар еді. Әнді еш уақытта бұзбаңдар. Аранжировкасын өзің біл қалай жасасаң да, бірақ әнді түп нұсқасы қалсын деп айтатын. Енді Жұбаныштың ең алғашқы күрделі өзгерткен кезде өздерің білесіңдер ғой, қандай әсер болуы мүмкін да, Өкінбесеннің қандай өзгергені. Мен даже ойлағам, Кеңес аға не деп айтады екен деп. Кеңес ағаға сол ұнады. Өйткені ол кісі маман, кәдімгі композитор. Ол кісі Жұбаныштың даусына осылай келіп тұрғанын, осылай өзгергенін, әннің күрделі өзгерген, заманы өзгерген аға сол кезде мойындаған екен. Ал енді бұл әннің кереметтігі, енді қазір ойласам, қанша адамдардың рухын көтеріп, қанша адамдардың өкінсе де өмірден не бір жағдай болса, сен өмірге келгеніңе өкінбе. Сол ғой мазмұны. Ал енді мен сол әнді сол жасымда айтып тұрған кезде, Құдай біледі, мен ештен түсінген жоқпын, бірақ менің дауысыма келіп тұр, әдемі келіп тұр. Ол кісі соған риза болды. Мен оны точно білемін. Сондықтан кезінде Қытайдағы жастар осыны гимн айтады деп естуші едім. Содан кейін енді сол ән енді қай жылы жазылса, осы күнге дейін қанша да ескірмей, әлі күнге дейін айтылып жатса, мен сондықтан өзім ойлаймын, ағаның сол әні керемет ерекше әндерінің бірі сол Өкінбесен шығар деп ойлаймын. Өйткені жастардың бәрі әуес болып айтқысы келеді, айта берсін. Сондай. Енді ағаның өзінің жеке басына айтып отырмын ғой, ол кісі әнді бүйтіп үйрететін айтпақшы. Әнді үйрету де оңай емес қой. Ол кісі клавишті ойнап отырып, өзінің қырылдайтын даусы бар. Ағаның даусы онша емес еді, бірақ енді қырылдап айтады да. Бірақ саған әннің характерін точно келтіреді ғой. Тура сондай қылып айтқанша қоймайтын. Аслан анда сөйтіп үйреткен маған. Сол кезде ғана болды дейді. Сен соны ұстап алың керек. Менің сол памятім жақсы болды ғой. Менде слух, память дейді, мына ес қабілет дейді, мына қабылдау барлығы орында болды да, ритм бәрі орында болды да, сондықтан жаңағы әнді қабылдау жағынан өте бірден ұстап алатын мұны. Сондықтан ағаның ойында қандай, не жеткісі келіп тұрды, мен соны жеткізіп білдім деп ойлаймын. Сондықтан қартаймайтын, ескірмейтін бір классик әндер болып қалды қазіргі таңда. Иә. Кеңес Дүйсекеев, Шөмішбай Сариевтардың есімі қатар айтылады, себебі сол кезеңде бір-бірімен бірге творчестволық байланыста, тығыз байланыста болған тұлғалар ғой. Қазірге дейін де бұл тұлғалар бірге келе жатыр. Кеше ғана осы мерейтойларында өздерінің туған жерінде арнайы кештер, концерттер қойылып жатыр. Алайда өзіңізді сондай концерттерде көрмейміз. Оның себебі не екенін де біле алмадық.
Шөмішбай Сариев ағамызды қазақтың Пушкин деп атайтын. Өйткені өзінің шашының бюрологы бәрі ұқсайтын ғой. Одан кейін аға енді Кеңес Дүйсекеевтің барлық әнінің сөздері жазған Шөмішбай Сариев. Ол кісі екеуі егіздей жүрді расымен. Ал енді неғып шақырылмадым десем, мен айтайын. Былайша айтқанда мен Алматыдан кеткелі ұмытылған әнші болып тұрмын ғой. Енді түсінікті ғой енді. Өйткені өнер ордасы, ошағы ол Алматы, қалай айтсаң да. Ал енді мен өміріме байланысты жаңаға кетіп қалдым, алыста Алматыдан кеттім ғой енді былайша айтқанда. Сондықтан менді көзіңе көрінбеген соң жаңаға солай болады да. Сондықтан мен ешкімге өкпем жоқ. Мен сол кезінде болды әрине. Менің салған әнім өкінбесен, менің салған әнім асылана біреулер айтып жатыр деген сияқты да. Маған айтса, мысалы қай бір жылдары осы Айгүл Иманбаева мені бірталай жыл өтіп кетті енді. Осы Анама хат әніме байланысты мені алдын ала осы звондап маған айтты. Айжан тәте, осы Анама хат әнін дайындап келіңіз, мен сізді жеке бір осындай сұхбатқа шақырам. Осы Анама хат туралы, қалай жазылғаны туралы соны айтасыз, соны қайтадан жаңа аранжировкамен алып келе аласыз ба деді. Мені тапсырма болды, Алматы шақырып жатыр, НТК-ма канал, мен баруым керек. Мен оны жасадым, керемет шығардым. Сол ән сол қалыпы телевидение қорында қалды. Бір әннің тарихы ғой. Сол, қараңда. Енді көрдің ба, Айгүл Иманбаева алдын ала звондап маған айтады, тапсырма береді, мен дайындалам. Ал енді маған сөйтіп айтып атса, Қызылордада өтіп жатыр, Алматыда өтіп жатыр, Кеңес ағаның осындай концерті деп еске алып, тілге тегізіп Айжанды шақырып атса, Айжан келмей ма демекші. Сондықтан енді өздерінде мен енді айтып отырмын ғой, жаңа өкпем жоқ. В принципе дейін. Өйткені бұл жақта да әншілер өте көп қой. Сондықтан бір программаға бәрі сеуі мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде тек ерекше ең алғашқы орындаушысы ретінде деп шақырса жарасады деп ойлаймын. Ал енді былай айтып концертте жаңағы білеміз ғой, бір концертке 25-26 номер болады, ол өте көп. 2 сағаттан асып кетеді, халық жалығып та кетеді. Сондықтан мен ойлаймын, сондықтан ғана шақырмайтын шығар, бірақ енді қазір өздеріңіз білесіздер, мен енді Шымкенттемін ғой. Ол жақта да концерт, не көп өмір бақи осы өнерде жүрмін. Бір күнде, бір минутта демалмаған адаммын. Мен бір декретте отырып демалмаған адаммын. Сондықтан сол ағамыздың әндерін салып жүрдім мен. Солықтың былайша айтқанда ерекше орындаушысы десем болады. Өте орынды пікір айтып отырсыз. Басқа біреу болса ренішін білдіріп, сондай көңіл күйін айтатын еді деп ойлаймын. Сіз нағыз ол жерде көрегендігіңізді білдіріп отырсыз. Шын мәнінде Жетісуда өсіп, Жетісу деген киелі топырақ қой, өнердің өлкесі, сондай жерде өсіп, Жетісайға келін болып, одан кейін Шымкентті тұрақтап, бұның бәрі ерлік деп ойлаймын. Өнер адам үшін ауылды мекендеу, ауылдың тұрмыс тіршілігі, тіпті біз өзіміз барғанда 1-2 күнде ауылға шыдамай кетуіміз мүмкін. Сіз ауылда келін болыпты. Сол кездегі қызықты оқиғалармен бөліссеңіз. Ой, еске салатын нәрсе өте көп. Енді келін болып түскеннен кейін енді былайша айтқанда бәріне шыдайсың, бәріне көнесің, өзіңнің қасыңдағы азаматыңа өзіңнің көңіліңмен сүйіп қосылсаң демекші. Біз Нәкең екеуміз, Наурызбай жолдасым екеуміз расымен өте жақсы бір-бірімізбен кездескенде де бір үлкен махаббат болды десем болады. Сондықтан жаңағы қол ұстасып барғаннан кейін бәріне көну керек болды. Көнгенде қалай? Келінді қызмет, оның бәрін мен үлкен отбасына түстім. 2 енем болды, атам бар, балалар, қыздар демекші. Ал енді жаңағы үлкен енеміз Наурызбай соғысының тұңғышы ретінде баласы болып есептеледі. Мен енді соғысының келіні болдым. Ал енді келіндік мектепті маған сол
әжеміз үйреткенде жаңағы ол кісілер енді қазір айтамыз ғой, өзіңді мені Диночка келін ұстап отырсың, қалай өзің көңіл табу оңай емес, сырттан келген бала, сондықтан өзіңе үйрету үшін сен жаймен сылап-сипап барып өзіңе қаратасың ғой бері қарай, сонда ғана екі ортада сыйласымдық түсіністік болады. Солай тәрбиелеген мені мамашка болды, мамашка дейміз, өйткені мама деп атадым. Одан кейін ал енді үлкен әженің қасында жас енем, кәдімгі өзім сияқты жас келдім болып, сондай ол кісінің алдында өзі иіліп тұратын, сондықтан мен енді жан-жағыма қарап отырып, сол түсінігім сондай болды, осы кісілердің ойынан шығу керек деген. Енді ойынан шығу деген, ол сенің жарың, жолдасың риза болу керек, ең бірінші. Мен сол бәрін өзіме тиісті, енді қысқаша айтқанда, келіндік қызметімді енді жақсы орындадым. Әулетке жақсы келін болып келдім, жақсы әнші болып келдім. Өте жаңағы, енді ауыл демеймін, бір пешке от жағып, бір жаңағы көмір тасып деген ондай қиыншылық болған жоқ. Газифицированный кәдімгі поселок дейді, городского типа, Қалашық Гагарин деген жерде. Сондай бір керемет жақсы айрандай үй отырған отбасыдан түскеннен кейін жақсы тәрбие алдық. Одан кейін Жетісайдың драм театрында кәдімгі Думан деген ансамбль құрылды. Ол кісілер ерік берді, бана әнің қоймасын, әнін салып жүрсін деп, енді менің жолдасым өзі скрипач, сондықтан екеумізге бүкіл ерікті беріп, енді Алматыға қайтсаңдар да өздерің біліңдер деді. Бірақ енді қазіргі кез емес, ол кезде Алматыға келе салып, қоныстанып кету өте қиын. Пәтер жоқ, жалдама жерде тұру өте қиын. Ол кезде уже дүниеге үлкен ұлымыз келген, Марлен. Ал енді сөйтіп енді біздің ойымыз мынандай болды, Наурызбай екеуміздің. Кішкене баланы үйретіп, сөйтіп енді қайтамыз ғой да енді. Өйткені ол кісі оркестрге мүмкіншілік бар жұмыс жасап кетуге, маған болса да әншілік дайын тұр. Ал енді мен өзім қазір айтамын, мен осы үлкен Марлен балама айтам ғой, балам, сен менің күрт өзгерткен сенсің деп. Мен балажан болып шықтым. Соны қимаймын ғой, айналшықтап кеткім келмейді. Сөйтіп жүрген кезде дүниеге екінші қызымыз келді, Аида деген сұлу. Содан кейін не істейміз? Әйтеуір жаңағы әні кетеміз, міні кетеміз деп, сол қарасам 20 жыл мен аңсаумен, армандаумен, көзімнің жасын сығып қойып, Алматыдан келген әріптестерім, әншілерді көрсем, соларды сағынып, солардың концертіне барам, көремде оларда мен кездеседі, қайтсаңдар Шайжан, бұл жақта неғып жүрсің, Жетісайда неғып жүрсің дейді. Сөйтіп жүрген кезде қарасам, жұмыс ансамбліміз керемет болды. Енді менің өмірімде алтындан Досмұқасан, одан кейін Думан деген ансамбль болды. Мен осы 3 коллективте жұмыс істептім. Үшеуі де енді бір үлкен тәжірибе берді десем болады. Өйткені енді жаңағы Жетісайдағы құрылған ансамбльдегі құрамында мына қазіргі таңда жүрген осы Алматыда Дүйсенхан Сыздықов, қазір Алматыда үлкен студиясы бар Досболат Адилов, гитарист, сондай балалар, Гүлдерден Мұхит Қасқырбаев, жаңағы белгілі композитор, дүниеден озып кетті досымыз. Сол жігіттер құрған ансамбльде мен жаңағы жеке дауыстағы солистка болып, аралап концерттер бәрі живую енді деген жұмыстың көкесі сол жерде болды, Жетісайда. Театрдан қасында құралған ансамбль. Содан әйтеуір көрдіңдер ме қалай? Халықтың көңілінен шығасың, ел қимайды, уже концерттер береміз кәдімгі, театрдың іші лық толады біздің концерттерімізге. Соң гастрольдер, былайша қарасаң, ешнәрсе өзгерген жоқ. Тек қана сол Алматыдан кетіп қалғаным, әйтпесе бәрі соғалпы. Даже мен айтар едім, жұмыс деген күрделі басталып кетті. Бір күн демалыс жоқ, аптаның 7 күнде, 7 күн я концертте, я тойда, я іс-шарада жүресің. Сондықтан қарасам бір талай жылдар өтіп кетті. Сол еңбегімді еленгені, мен сол Мақтааралдың құрметті азаматы деген атаққа ие болдым. Сол жақта аллея қойылып, сөйте жұлдызымыз бар. Мысалы, Жұбаныштың да жұлдызы бар, сол жақта еңбегі бар, менің жұлдызым бар. Сондай еленбедік, я деп айтпаймын, халық барлық жерде бірдей, сені шапалақтап, сені құрметтеп отырса, ол кезде адамдар концертке келуші еді, шынымен.
Сонда бір керемет кездері расымен сол Жетісайда келіндік қызметмен бірге мен семьямды да өнерімді да бірдей алып жүрдім. Ал бірақ семьяға деген менің қызметім көбірек болды. Ал енді тек қана өнерге басымдылай болсам, мен де деп ойлаймын да. Соң кейін өзім ойлаймын ғой, 50-50 жұмыс деген екен ғой дем ғой. Ал енді 100% өнер десем, мен сол кезде рисковать етіп, нәке кеттік Алматыға, болды, мына балаларды баққа тастап, өзіміз десек, қалыптасып, одан кейін балаларды қасымызға алып, олайда өмір өзгеруі мүмкін еді ғой. Бірақ сол Марле мен Аиданы қимау, балалар қасымызда. Үлкен әжеміз айтатын, осы балаларды екеуін бір-бірінен ажыратпа, жаныңнан ажыратпа, суып кетеді деп. Сол енді екі түйір Құдайдың берген балалар болғасын, сол бір-біріне жақын болсын, өздеріңе ертең не болады, сүйеу болады, ертең осыларға қарайсыңдар деген ой шығар. Үлкен кісілер дұрыс айтады ғой. Сондықтан енді қазір ойлаймын, айналып кеткенде осы жасымда ойлаймын, ол ең басты құндылық ол менің семьямды ұстап қалғаным екен. Былайша айтқанда, енді қатты айтқан болмайын, бірақ расымен Құдайға шүкір тобы қазір таңда немерелерді өсіп жатыр. Үлкен ұлым Астанада қызметте, қызымыз Шымкентте, Наурызбай қасымда, көңілімде еш уақытта менің қас-қабағыма қарап, ән салмайсың, шықпайсың, үйтпейсің, бүйтпейсің деген менде өмірде ондай әңгіме болмаған. Бірақ мен ол үшін үлкен жұмыс істедім. Ол не жұмыс деген қалай ол? Жұмыс ол семьяңды да тастап қалу керек, сен өнерді де тастамау керек. Ал ол үшін әйелдің, әншінің жолы өте қиын болады, оған шыдайтын бар, шыдамайтын бар. Бірақ осы қазіргі таңда Наурызбай екеуміз қол ұстасып соның бәрін жеңгенімізге қазір рахмет айтамын. Мен осы жасымда соны расымен рахмет айтамын. Екеумізге, бір-бірімізге айтамыз рахмет. Енді қазіргі таңда сырласың да, мұңдасың да, балалар жан-жаққа кетеді екен, қарап отырсаң, жаңағы немерелерім Астанада тұрады, оларды сағынасың, сол кезде жаңағы бір-бірімізді жұбатып, әңгіме айтып, сен әлі ән саласың, сен әлі шаршамайсың деп солай қолдап отыратын. Құдайға шүкір, Наурызбай қасымда. Бірақ Алматыда тұрмадық деген өкініш. Ой, өкініш болмайды деп айтуға болмайды, қыздар. Болады ол. Біреулер айтады ғой, өткен кеттенді ұмыта сал, анау-мынауды жаман нәрселерді ұмыту керек. Қайтармайтынды еске салмау керек. Ал енді өкінетін сәтті қалай өкінбедім деп қалай айтамын мен? Өйткені айналамда барлық айтып отырды ғой маған. Неғып кетпедің, сені Наурызбай осы жақта алып қалды деп маған талай айтты. Сол кезде мен жаңағы білмеймін, әйтеуір айтып отырмын ғой, менің өзіме бәрі комфортно болды. Мен ешқандай бір семьямды тастап Алматыға кетпеймін ғой, дұрыс па? Ол жақта дайындалып тұрған ешнәрсе жоқ, қайда барасың? Сондықтан өзіміздің тірнектеп жинаған еңбегіміздің арқасында семья құрастырып, арғарда тәуелсіздігімізді алып, былайша айтқанда жеке шығып, өзіміздің арбамызды сүйреп кеткенімізге, өзіміз семья болып, ешкімге проблема создавать етпегенімізге, ата-енемнің жан-жағымнан екі жағымды батасын алып, екеуміз қол ұстасып, солай ойладым. Қалай болады өмір, солай болады. Айттым ғой, 20 жылдай талпындық, көшеміз, әні көшеміз, міні көшеміз деп. Сөйтіп жүрген кезде, енді өздеріңіз білесіздер, өнер адамдары енді ақша керек, айлығымыз белгілі. Тойдан қанша табасың, ол кездегі тойлар қазіргідей емес, әйтеуір енді мерка басқа ғой, былайша айтқанда. Сондықтан Нәкеңді жолдастары өзі бәрі спортсмен, бәрі Алматыда кезінде оқыған жігіттер еді. Сөйтіп жаңағы бір бизнес бастайық деп бастады. Сонымен Нәкең жаңағы скрипканың бәрін жиып қойды да бизнес жолына түсті. Оны мен қолдағаным, өйткені екі баланы аяққа тұрғызу керек, оларды оқыту керек, өзіміздің жетпегенімізге оларды жеткізу керек болды. Сөйтіп екеуінде Алматыға оқыттық, қызды Сымбат академиясына, баланы АГУ-ға, юриспруденция факультетіне. Сөйтіп екеуі дипломированный болып шығып, екеуі мамандықтың егесі қазір. Соның бәрі өмірде бір нәрсені өзгерту керек болды. Өзгерткені сол, әкесі музыканың бәрін жеп қойды да. Бизнеске. Ол қолынан келді. Сондықтан бизнесті бір үлкен бизнесмен болып кеткен жоқ. Бірақ сол кездегі жасаған тірліктердің бәрі оңынан болып, баланы үйлендіріп, оқытып, барлығын жай-жайына құрастыруға үлкен бізге көмек болды. Ал енді мен соның ортасында
ол кісі қандай табыс тауып жатыр. Мен бір күн әнімді тоқтатқан жоқпын. Сол барған концертім, сол барған тойым менің өзім тапқан өзіме дүние болды. Өйткені мен формада болып керек. Болды, маған даже сондай мүмкіншіліктері болған. Мысалы, жаңағы тойға бармай-ақ деген сияқты да. Енді қалай айтсақ та тойға барып, той ол енді әншінің қалай айтсаң да бір дополнительный доходы ғой, бизнес ретінде болып жатыр ғой. Оны тоқтатуға болмайды. Өйткені ол өмір сүру керек. Қазіргі таңда осы теманы көтеріп жатады, қазір басылып жатыр ғой, сонда да айтады, мен қолдаймын, ол тойға бару керек, дұрыс. Өйткені жақсы тұру керек, жастар кредит алады, үй алады, қазір анада ипотекаға үй алады да, одан кейін оны төлеу қандай ақша төлеп жатқандарын да білеміз. Сондықтан оның бәрі үйдің ішін толтыру керек. Бұрынғыдай жағдай жоқ, сондықтан балалардың өздері, жастардың өздері талпынып сонда істеп жатқаннан кейін 3-4 жерде жұмыс істейді. Содан кейін жаңа тойға шығады, оның бәрі орынды. Мен өзім сөйтіп ойлаймын, сондықтан біз де сөйтіп құралғанбыз. Оның бәрі өзіміздің басымыздан өткен. Мен енді қазір айтам ғой, сондықтан тәуелсіздігімізді алып, ешкімді қинамай, ешкімге жалтақтамай, қиналып жатыр осы Наурызбай мен Айжан анау жаққа кетіп қалып қиналып жүр екен деген әңгімені еш уақытта естіген жоқ, еш нәрсені естірткен де жоқпыз. Өйткені намысқа тырысып өмір сүрдім мен. Семьяның құрастырғанда құралады оның діңгегі болып тұратыны мен әйел адам деп айтам. Ер азамат ол табыс табады, ер азамат болып тұрады, бірақ әйел адам үйде еңбегі көбірек болу керек. Балаға деген, шағаға деген бәріне. Ол енді дастархан бәрін айтпай қойғанда, ол әйел адамның еңбегі өте көп болу керек. Сондықтан сондай жұмысқа мен көп бөлдім деп отырмын ғой. Жаңаға не үшін айтып отырмын? 50-де 50 өмір деген сол өнер мен өмір, семьялық өмірді қалыптасуына үлкен қызмет жасадым. Сондықтан соның бәрі қазіргі таңда алдымнан шығып отыр. Мен өзім жалпы тағдырыма да өміріме де ризамын. Тек енді бірақ қана жаңағы өкіну деген әңгімеге байланысты, сол Алматыда жүрсем әрине, белгілі ғой қандай болып жүр, өздеріңде білесіңдер, қандай болу мүмкін еді, дұрыс па? Сондықтан қазірде өздеріңде айтасыңдар, Айжан апай, жақсысыз. Сол сөздің бәрі маған бір мотивация. Значит, әлі де жұмыс істеуге болады екен, әлі де деп, солай шаршамай жүруге тырысам енді барынша. Енді форма туралы айтып қалдыңыз ғой, өнер адамының жалпы адам, әйел заты болсын, ер адам болсын, формада дәл қазіргі кезеңде бір іштей көңіл күйіміз түсіп кететін кездер болады. Сондай кезде сыртқы бітімге де әсер етеді, енді ол өнер адамдарына да қатысты. Сіз осы шаққа дейін осындай бір форманы сақтау, бұл үшін ерік жігері мықты болу керек пе, әлде қандай сырлары бар? Ол бар ғой, мына қанмен келеді. Мен негізі анам өзі сондай кісі болған. Менің анамды көрген адамдар айтатын. 70-75-інде де көрді, 80-ге таманда көрді. Сол кез айтатын, ой, мамашка бір әдемі отырады деп. Ол әнші болған адам бар ғой, ол қалай болса да ол сыр кетсе де сыны кетпейді деген сол екен. Мамам, анашым сондай кісі еді, өте жаңағы еш нәрсені білдірмейтін. Әкем дүниеден ерте кетіп қалды. Бірақ 56 жасында әкеміз қайтыс болып кетті да. Мамам әкемнен кейін 85-86-на таман кетті. Сонда 30 жылдан кейін былай шыққанда. Ал енді соның ортасында 54 жасында жесір қалды, соншама бала шағамен, балалармен мысалда. Ал енді өмір жеңіл болған жоқ қой сол кісіге. Өте қиын болды да. Білеміз бе, өзімізде анамыз. Екі баланың мінезі екі түрлі болады. Ал енді анамыз сол бүкіл ауыртпашылық анамызда қалды ғой. Ал бірақ соның бәріне мойымай, білмеймін. Анамның әбіршігенін көрген жоқпын. Соншалықты тозып кеттік. Әкемнің аты Рахымғали еді, анамның аты Келиман. Сонда мамамның бір тозған, бір шаршаған ешкім көрмейтін, ыңылдап отырып, гәккуін айтып, өлең айтып, сыңғырлаған даусымен өлең айтып отыратын. Одан кейін маған ән салдырады. Ән салдырғанды тыңдағанда өзінің балқып отыратын. Сонда мен түсінгенім, сол әлі күнге сол ішкі дүниесі өнер. Ана ішінде сол анама бір білмеймін қуат беріп отыр ма, сондай болған. Сондықтан мен өзім ойлаймын, сол анадан келген шығар деп ойлаймын, маған да. Айтады ғой, жаңа өзіңнің сұрағыңа байланысты ғой енді.
ішкі дүниеңе байланысты әрине. Өйткені білесің ба, реніште болады, бәрі болады. Семья болғасын айтады ғой, сыңғырламай ыдыс аяқ деген әңгіменің бәрі болады. Ол онсыз ол қызық емес өмір десем де болады. Біреулер айтса мен де ондай болған жоқ, мен бүйтпеуші едім, еш уақытта сенбеймін. Ол это не настоящая семья дейтін мен өзімнің айтатынымда. Ол нағыз семьяда ол болады. Еркек еркектігін, әйел әйелдігін көрсетеді. Бірақ әйтеуір қазіргі абьюзерлік болмау керек, ондайға шыдамау керек. Оны құптаймын. Ондай адамдармен тұруға болмайды. Это категорически. Ал енді ондайдың кішкене бір мінездері болса, оған енді көндіруге болады. Екі адам мәмілеге келіп тұрса бәрі бола береді ғой деген сияқты да. Сондықтан реніштер болса да мен өзім мысалы білмеймін. Мәкеңе бір мен қазір ренжіп қалдым ол кісіге да, ол кісі шықты да кетіп қалды. Бірақ та қарасам мен сен білмеймін, өзімін оңылдап өлең айтып жүремін. Ал кісі кешке келген кезде мен дым болмағандай маған Айжан десе мен жауап бере салады екенмін. Болды ғой, ұмытып қалдым. Сол бойы тұмсырайып отырсам, ренжіп отырсам, одан кейін тамағын дұрыстап бермесең, ол ары қарата өршиді ғой. Сондықтан ол жағынан ана бір-біріңе бүйтіп үйренгенше уақыт керек қой әрине да. Кейін уже біраз жылдар өткеннен кейін қазір нені айтуға болады, қазір нені айтпауға болатынын ойланатын болдым. Сөйтіп қарасам 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, биыл 44 жыл болады. Мінекей, Құдай қаласа, Құдай артық көрмесін. Санап қойдым даже өзім жақында өзім ойлаймын ғой, есептеймін ғой. Ай, Құдайға шүкір. Енді мінекей юбилейімізді жақындап келе жатыр деп қоямын да. Сондықтан енді қазір енді айтамын ғой, қыздар мынандай сұрақ қояды маған. Айжан апай, осы қай кезде жаңағы ағай мінезін мысалы көрсетті ғой, мінезін қай кезде тоқтайды дейді да. Мен айтамын, қыздар 45 содан асқан кезде, ой, бағай соншама уақыт бар ма дейді да. Мен айттым, соған дейін шыда. Одан кейін бәрі жай-жаймен бір-біріңді уже білетін боласың. Одан кейін жаңағы қай жерде сөйлеуді, қайтып көңіле тиіп болмауды, соның бәрін үйренесің. Өз өмір үйретеді деймін да. Сол сияқты сондай бір-бірімізге әрине түсінушіліктің арқасында біз семья болып кеттік десем, әйтпесе екі жаққа кетуге тым да тұрмас. Мен әншілігімді жалғастырып Алматыға кетіп қалам. Ал не болар еді мына балалар? Одан кейін уже екі ортадағы балаларды ойлайды екенсіз, осылардың әкесі бол керек, осының шешесі бол керек. Олар екеуі де полноценный семья бол керек деген сияқты. Сондай уже былайша айтқанда уже ел жұртты жан-жағына қарап ойлайсың, ойбай, мына Тәженова кеше келген Айжан ғой, атым дүркіреп болса да ол жақта. Сондықтан барлығы білет. Енді сынмен өмір сүрдік, сонымен халықтың көңілінен шығуға, елдің көзінше бір көзбояушылықпен жақсы семья болуға тырыстық. Әйтеуір елден қалмай, дос дұшпанға таба болмай деген сөзді енем көп айтушы еді. Сол сөзді қазір өзімде айтамын. Қазір ойласам, соның бәрі намыстың арқасында екен. Жақсы. Нағыз Жетісайдың келіні болғансыз ғой. Иә. Жетісайдың тәрбиесі. Тәрбиені, біреулер айтып еді, мен осындай интервью бір нәрсеге шақырады ғой. Сондай жерде көп ашыламай әңгіме айтамын да. Сөйтсем, Айжан, айтам деп барып едің ғой, неғып айтпайсың дейді. Сөйтсем айтам, ой, бір уақыт барсам жұмысым есіме түсіп кетеді, потом анау есіме түсіп кетеді, одан кейін ана кісі менің үшін сөз естейді, бәрі. Одан кейін өзімді талап тастайды деп сөйтсе біреу айтқан ғой. Жаңағы Айжанды Жетісайда талап тастаған деген сияқты да. Ол талап тастаған емес, оның артында тәрбие бар, білдің ба? Мен енді былайша айтқанда қатты күліп те бір еркін күліп те бір кадрде сондай жасай алмаппын. Мынандай неде интервью барасың ғой, енді сөйлеген біреулер еркін әңгіме айтып отырса қызығамда, тура солай сөйлесем екен деп ойлаймын ғой. Ал бірақ бір мынандай камераны көрдім ғой, бір өзім бүйтіп жиналам да қалам. Сөйтем де өзім ойлаймын, ол негізім сондай болып тұр, сонда менікі. Мен басқа емеспін да, дұрыс па? Сөйтіп ойлаймын. Ішкі мәдениет қой енді ол. Білмедім. Егер осылай артқы өміріңізге қарасаңыз,
кітап жазатын болсаңыз атауын қалай деп қояр едіңіз? Ол енді кітап жазатын болсақ 3-4 бөліктен болады. Оның тақырыбы да сондай болады. Менің өмірім деп. Мынандай точка қоя салам да, болды. Көп нүкте ма? Көп нүкте болады, одан кейін ол оқығанда өте қызық болады деп ойлаймын. Өйткені әлі де айтатын көп әңгіме бар, бірақ оның бәрі есіңе түспейді. Бір қызық әңгіме айтыңызшы дейді маған кейбір кезде. Құдай ақы, қызық әңгіме жоқ. Есіме түсіре алмаймын. Өзімнің жеке басында бір қызықты бір оқиғаны айтып беріңізші десе, түсіре алмаймын. Бірақ негізде болғанда шығар, сондайлардың бәрі кітапқа түседі болашақта. Қазір мысалы қандай композиторлармен жұмыс жасап жатырсыз? Қазір қандай әндер жазу үстіндесіз? Енді мен Шымкенттемін ғой енді, сондықтан кімдерден ән аласың? Сол жақта қазір белгілі жақсы сазгерлер бар. Құралай әпкеміз, Сәтмағамбетованы білесіздер, композитор әпкеміз, Мұхан Байбосынов, Бекжігіт Сердәлі, Қытайдан келген азамат, қазір Астанада тұрады, Қайрат Құматай, әндерімнің сөзін жазған Фатима Жүнісова, Зікра Қожаев деген ақындар. Кеше Мұхит Қасқырбаевтың 2 әнін айтып шығардым. Сондай әндерлер жазып өздері ұсынып жатыр. Елге, жерге байланысты тақырып өте көп. Туған жерге, Қазақстанға байланысты әнім де бар. Алматыға да бір ән жазып берді. Сондай әндердің қазір шынымды айтсам көп әндер ұсынады. Оған да бір қуанамын. Ал әндерін айтып шығам, әйтеуір көңілдерінен шығады. Сондықтан сондай жақсы әндерім бар. Енді оның бәрін мен қазір бір ютубқа қойып, бірәсе қойып жатқан жоқпын. Оның өзімнің бір ойым, енді жаңағы қазір мобилограф деген қазір енді клип деген бізге маған ол керек емес. Сондай бір жақсы бір түсірілімдер жасап, содан кейін бір неге қойып қойсам деген ойым бар, сондай жобалар. Ал енді ортасында әрине шақырулар өте көп болады. Жалпы менде уақыт өте тығыз. Мен айтпаймын, үйде бір жаңағы үйде отырмын, ешнәрсе істемей, ішім пысып деген ол жоқ. Мен, во-первых, семьялы адаммын, сондықтан үйдегі ағайынның жағдайын жасаудың өзі бір жұмыс. Ал онымен қатар енді өнердегі жұмысым өте көп. Жаңағы әпкелерімізбен, жаңағы бауырлармен тығыз байланыстамыз. Кездесулер болады, концерттер болады, бәрінде қатысып жүрмін. Былайша айтқанда шығармашылық тоқтаған жоқ, тоқтатпау керек. Өйткені алдыда не күтіп тұрғанын білмеймін, бірақ әлі де бір үміттер бар. Оны жобалап қазір айтпай қояйын. Ал енді творчествоға байланысты сондай жұмыстар жүріп жатыр. Жаңа әндер жазып жатырмыз. Ол енді бір талайы шығып қойды, оны елдің көңілінен шығып, өзіме жазып жатады жеке парақшама. Ал енді Инстаграм дегенді сұрамай қойыңдар, оны мен онша жүргізе алмаймын, бірақ үйдегі ағаларың анда-сонда салып қояды. Одан кейін енді жалпы сондай жұмыстар. Негізі Әлияның сөзіне жазылған әніңіз бар? Әлияның сөзіне жазылған Беу дүние деген әнім бар. Сол Қайрат Құматай әнін жазып, сөзін Әлия жазды. Сол әнім кеңінен таралды қазір, өзіме жіберіп тұрады. Кеше ғана TikTokта болыпты. Соны бүгін таңда жіберіп маған қуантып жатыр. Сол енді лирикалық әндерім өте көп, енді бір ырғақты әндер, басқаша бір әндерді іздестірудемін. Ондайдың да жобасы бар, келеді. Одан кейін мен тағы да айтарым, мен осы жастардың ойына көп жүгінем. Сондай бір кеңесшімнің бірі, ол өзімнің жұбанышқа бір әндерді көрсетіп қоям, болмайды дейді, өшіріп тастаймын. Болады, енді мынандай тақырыпта мынандай бол керек дейді. Сондай бір кеңес беріп тұратын, әркімнен кеңес сұрамаймын, өйткені былайша айтқанда өзіңнің жеке ойыңда болады ғой. Сондықтан өзім сенетін адамым осы Жұбаныш. Көбінесе Жұбанышпен кеңесіп отырамын. Сосын ініңіз? Өнердегі інім, ұстазым деп отырады. Мені жақында Шымкентке концертпе келді, үлкен 2,5 мыңдық залға. Мына осы себеппен бір рахметімді айтқым келіп отыр. Солардың алдында мені, бүкіл залда мені көтеріп тұрғызды орнымнан. Осы үлкен залдың ішінде мен білем, менің ұстазым отыр, Айжан Таженова дейді.
сөйтіп бүкіл залды светті жағып қойып, мен деген орыннан тұруым қиын, ойлаған жоқпын ондай болады деп, үндемей келіп концерттің көріп қайтам ғой. Мен баяғы өзі білет, біз мінезіміз Жұбаныш екеуміз ұқсайды. Мен Жұбанышты байқаймын, өзі бір андай бір көрініп, бір жұлқынып жүрмейді. Құдайға шүкір, бір тәубаны өнері ғой, оны жетелеп жүрген да, Құдайдың берген өнері. Ал енді сондай мінез, мен осыншама жасқа келсем, әлі күнге дейін сол мінез менде де бар. Білмеймін, ана жұлқынып көрінгенді жек көремін. Біреулердің алдына кіріп бір нәрсе сұрау тіпті жоқ. Ол мүмкін өзімнің қасында ер азаматым болғандықтан шығар. Өйткені ол кісі ондайды еш уақытта қаламайды. Мен оны білемін. Наурызбай ондайды еш уақытта қаламайды да. Сондықтан мен сол кісіге жүгінген шығармын. Сондықтан сол концертте отырған кезімде залда көтеріп, мен тұрғызып, бүкіл свет залда жанды. Ой, мені бәрі көріп, міне ұстаз отыр екен деп, сол айналайын өнеріне тек Жұбаныштың жолы ашық болсын деймін. Тек қана даңғыл жол болсын. Жаңа амандығын тілеп отырамын. Ана сияқты, інім деп айтамаймын, балам сияқты болып кетті қазір. Қазіргі таңда өзіңіз екі кезеңді де көрген адам ретінде сұрағым келіп отыр. Жастардың өнерін қалай бағалайсыз? Өнер ол әртүрлі болып өзгеріп кетті, түрлі әлемде де өнердің бағасы әртүрлі болып кетті. Яғни жастардың өнері қандай рөл ойнайды біздің қоғамда? Енді жастардың рөлін қалай айтсам екен? Жастардың ішінде де жақсы әншілер қазір шығып жатыр ғой. Кеше Ресейге де барып, жаңағы өзін мойындатып, өзін дәлелдеп келген Әмрені айтуға болады. Жалпы жақсы талантты жастар өте көп. Жақсы өте көп. Мен аттарын жаңағы айтып отырмай қояйын, бірақ жалпы өте талантты жастар көп. Тек қана айтарым, осы жастардың жаңағы айтып отырмын, қазір бұрынғыдай емес, қазір білімге сүйену керек, білімге. Тек өздерін жаңағы мына кеше Димаштың жаңағы Қытайда өтіп жатқан бір жобасы бар ғой. Сөйде осы Әмренің інісі қатысып жатыр, білесіздер ма? Енді есімі Нұржасып екен, Садырбаевтар бұлар фамилия. Сол бала қатысып жатыр. Қандай керемет дауыс, керемет. Енді сондай жастарымыздың саны көбейіп жатыр жылдан жылға. Мен жастарды қолдаймын да. Одан кейін тек айтатым, өзімде сол ортамда көрген жаңа шығып жатқан жастарға сол жақта айтамын. Оқыңдар, мүмкіншілік болса Алматыға бар, консерватория ма, Жогеновская академия ма, әйтеуір білім алыңдар деймін. Өйткені білім керек. Қазір жанды да ұста деп бәрі жаңарып жатыр. Заңда, өйткені кезінде қолданбаған өнер қазір шоу-бизнес деген ортаға кірді. Оданғы оның пайдасы да болды. Енді зияны сол. Екінің бірі сахнаға шығып кетті. Саны бар, сапасы жоқ деген сияқты. Оны барлық айтады, оны мен де айтамын әрине. Өйткені оны айтуымыз керек, айтпасақ болмайды. Сондықтан заңдар қабылданып жатыр, жақсы заңдар. Енді судың бетіне қалқып нағыз әншілер шығады ғой. Кезінде біздің кезде 5-6 әнші болса, қазір жаңа жұлдыздар баяғыда аспанда болшы, қазір жерде дейміз ғой, сол сияқты. Сол жұлдыз деген сөзді біз басында ұқпап едік, түсінбеп едік, мойындамап, қабылдамап едік. Құлағымызды үйреніп қалып бір нәрсесі, жұлдыз дегенге спокойно қарайтын болдық қой. Ол дұрыс емес негізі. Сондықтан судың бетіне қалқитын кез келді, мына жанды дауысты қолдап жатыр. Сондықтан енді мықтылар енді шығады. Енді анау адам сахнаға шыға алмайды. Соны қолға алған заңды қолдаймын. Ал жастарымыз, талантты жастарымыз өте көп. Өйткені жас кезінде талант ол талант. Өзіміз де білеміз, жас кезімізде қалай шырқағанымызды, дыхание бәрі орында. Ал жасың келген сайын ол өзі кете береді жаймен. Сондықтан жас кезіндегі адамның мүмкіншілігі бар дауысын ашуға да, кеңейтуге де, жан-жақты жасауға болады. Тек қана айтарым сол, егер сен өнер жолын таңдадың ба, әнші болам дедің ба, бар жағынан дайын бол. Сен мастерство да, артистизм, сахналық киім, келбет, керек болса мына гимнастика, фитнестің бәрінен қалмау керек жастар.
мен осыны айтамын, айтқанды айтамын. Өйткені сахна ол әдемілік, сахна ол мәдениет. Біз мәдениетті дәріптейтін адамдарбыз. Сондықтан әлі күнге дейін мына арқамызды тік ұстап отыруымыз келеді. Ол қиындау қазір осы жаста, бірақ бәрібір сол әдет бойынша ұстаймыз. Өйткені бізге қарап адамдар, жастар түзеледі. Мен өзім сондай ойдамын. Оны мен жалпы бүкіл өнер адамдары осы менің сөзімді қолдайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан осындай әңгіме айтар едім. Енді өнер туралы сөз болғанда, ол заманауи құрылғыларда сөз болады. Жасанды интеллектке қалай қарайсыз? Қазіргі таңда өнерге де еніп кетті. Тіпті әнге сөз жазудың қажеті жоқ, автордың да қажеті жоқ. Жасанды интеллектті ән шырқап жатыр. Бұған көзқарасыңыз оң ба әлде теріс пе? Енді жаңадан басталды ғой бұл енді. Жасанды интеллект деп басында айтқан кезде түсінбеп едік. Енді қазір оны түсініп жатырмыз. Оның бәрі мағынасы қандай екен белгілі болып жатыр. Енді уақыт көрсетеді. Жалпы алатын жері бар. Мысалы, аранжировка әнге қандай болып жазылуын жобасын береді. Жобасының дұрысын көрсетеді. Енді әрине жаңағы живой жасаған жаңағы аранжировкаға ерсе жетпейді. Дыбыстың өзі белгілі ғой. Ал бірақ сол мысалы аранжировщик азаматтарға да, жігіттерге де ол бір жаңағы бір жақсы дұрыс направление береді. Одан кейін әншілерге әнді қайтып салу керек. Мысалы кейбірақта болады ғой, мында композитор ән жазады, өзінің әнін көбісі қабылдамайды. Ал қазір ол көбісі, мен өзім білем, бір азаматтар 20 жыл жазған әнім еді, 15 жыл жазған әнім еді деп жиға салып тек ортаға сала береді дейді. Баяғыда кезде жазған әндері жидің орындауында әдемі болып жатыр да. Сондықтан сондай жүгініп жатыр дегенім ғой. Оның бәрі бірден өтпейді, бірақ мен ойлаймын, әншілерге де әнді қайтып салуын үйретуіне байланысты жақсы жерін алса болатын шығар. Өйткені біз ғана шығарған заң емес қой ол. Ол мойындалып жатыр, жасанды интеллект. Сондықтан оның пайдалы жерін қабылдау керек, пайдасы жерін алып тастау керек. Мен мысалы өзімнің інім режиссер Астанада Бақытжан Тажанов осы жасанды интеллектке байланысты көп әңгіме айтады. Ол енді кеңінен әңгіме айтуы мүмкін. Мен сондықтан сіздерге айтар едім, подкасттарыңызға сол Бақытжан шақырыңыздар. Кеңінен айтып береді осыған байланысты әңгіме. Менің өз ойым осындай. Тек жақсы жерін алу керек. Әрине, ол ақынды алып тастап, музыкантты алып тастап, аранжировщиктің бәрі жұмыссыз отыр деген ол болмайды. Өйткені ол қалай болса да ол білімді азаматтар отыр, оның бәрі жасап атқан әнді. Сондықтан ол жасанды интеллекттің пайдасын ғана алып, басқасын қабылдамау керек. Түгелдей бағынып, соған жүгініп кетуге болмайды. Ол әрине болмайды. Ол жағын қолдай алмаймын, әрине. Жалпы өмірдегі миссияңыз қандай? Миссия. Так, менің өмірдегі миссиям осы өмірде абыройлы өмір сүріп, бақытты ана, бақытты әже болсам деймін. Отбасыммен. Осындай миссия. Өнер жолын таңдадым, бірақ өмірлік миссиям бақытты ана, бақытты отбасында бақытты әже болып отыру. Әрі орындалған миссия болып саналады. Орындалған миссия негізінде. Бірақ соны түбінеден әлі әжелігіне әлі жеткен жоқпын. Толық көргім келеді. Әпке, жалпы өнерге енді қадам басып келе жатқан жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы кеңес бересіз ба? Иә, кеңес берем. Өйткені енді өмірлік тәжірибем мол ғой менің, қалай айтсаң да. Сондықтан менен тек қана жастар емес, мына осы өздерің сияқты келіншектерде өзіміздің әнші қыздарымыз көп осындай сұрақ қояды, қиналып жатса, әртүрлі жағдайда маған сұрақ қойып, не айтар едіңіз Айжан әпке деп менен сұрайды. Сол кезде мен барынша жаңағы ақыл кеңесімді беріп, сол өздері айтады. Бір қыздарымыз бар, біздің бесплатный психологымыз Айжан апай деп. Өйткені әйтеуір барынша басам, қиналып жүрсе, әңгіме айтып, бір өзім қолымнан келгенше кеңес берем. Сондықтан
әрине жастарға да соны, жастарға айтарым, жаңа таланттыларға айтатыным сол, өнерге де осы жолды таңдадың ба, осындай бол, мынандай бол, оқы, тоқы деген әңгімелерді айтам. Сондай бір, мысалы жұмысқа жаңадан бір балалар келеді ғой, сол кезде жаңағы консерватория бітіріп сахнаға үйрену керек. Сондықтан мен ең бірінші мына коллективпен қалай қарым-қатынасты құрастыруды, үлкенді қалай сыйлап, сен өзіңнің орныңды сонда ғана сол ортада табасың. Сен тәкаппарлығын көрсетпе, сен ана оқу орнын бітіріп келдім, Алматыдан келдім деп кекіреме. Өйткені сен менде отырған басқалар қабылдамай қояды деп, соны алдымен сөйтіп барып баптап дайындап, сондай кеңестің арқасынан қалыптасып кетіп, қазір көрсе анасындай құрметтеп тұратын балаларым бар, жеткілікті. Енді сондай кеңес ақылды беріп отырамыз. Әрине осы жасыма келген айтарым көп қой менің де. Сондықтан менің кезінде жасаған қателіктерді олар жасамау керек. Менің жетпеген жеріме солар жету керек. Менің ұлым да қызым да менің өнер жолын таңдаған жоқ, оны таңдағанын қалаған да жоқпын. Бірақ енді немерелерден шығатын болса, өзім қолдаймын, өзім жетелеймін. Оған күш қайратым Құдай жеткізсе деп отырмын. Ал енді сондықтан өнердегі балаларға, қыздарға тек қана жақсы әңгімемді айтып, жолдама беріп, осы Жургеновская академия, консерваторияға түскен балаларым да бар. Қазір осы жерде сондай бір жақсы баланың бірі, жақсы әнші Ерден Жақсыбековты айтып кетсем болады. Кезінде өзім нұсқау бергем. Мінекей, менің Наурызбай екеуміздің ақылымыз, кеңесіміздің арқасында әлі күнге ұмытпай, ағам, жеңешем деп құрметтейтін Жұбаныштың өзі қандай. Өзімнің туған бауырым інім Бақытжан Тәженовке жол көрсетіп, соны Турцияға жолдама беріп, сояққа оқуға кетіп, арғарыда соны тамамдап келіп, елде қалай қалыптасып, қалай үйреніп кетудің бәрі, бірталай жыл Турцияда жүріп келгеннен елге үйрену өте қиын болды. Соның бәрінде сол ақыл кеңесім осы Наурызбай екеуміздікі болды. Сондықтан мен ойлаймын, өмірдегі миссияма көп нәрсе жатады. Сол жаңағы осы айтқан ақылымның бәрі дұрыс оңынан қабылдап, менің ізбасарларым бақытты болса, айтып жүретін әңгімелері Айжан апай десе, бізді Айжан апай жол көрсеткен десе, мен үлкен Алматыда емеспін, сол жақта қалыптасқан менің қыздар балаларым, сол менің абыройым деп ойлаймын. Сондықтан бақытты өмір кешу өмірдегі ең басты миссия. Бүгін біз тек қана сахна жұлдызы ғана емес, ойы терең, жүрегі нәзік, өмірге ғашық адаммен сырластық деп ойлаймыз. Шынайылығыңыз үшін рахмет, Айжан әпке. Сізге творчестволық табыстар тілейміз. Отбасыңызға амандық тілейміз. Рахмет. Келгеніңізге көп рахмет. Өздеріңе де сәттілік тілеймін. Мен енді сендердің подкасттарын көріп отырамын. Өте ұнайды. Жақсы бастадыңдар, сәттілік, тек осы жолдан таймаңдар. Тек қана алға қыздар. Жақсы қонақтар келіп, жақсы әңгімелерін айтып жүрсін. Елге пайдасы болатын, жастарға кеңес беретін, сондай өздерің де соның арқасында өсесіңдер. Рахмет. Көп.